Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен түріктің әйгілі тағамы лахмаджунның рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен ыдысымызға су құйып, қант, тұз, ашытқы салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Үстіне күнбағыс майын құйып, араластырып, артынан оның жарты бөлігін салып, тағы да араластырамыз. Оның қалған жарты бөлігін салып, қатты қамыр илейміз. Достар, сіздермен келесі видеода өте жұмсақ әрі дәмді шелпектің рецептісімен бөлісетін боламын. Сондықтан да каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Осындай қатты қамырымыз дайын болды. Енді бұл қамырды алып, бетін жауып, тындырып қоямыз. Оғанға дейін салмасын дайындаймыз. Салмасына, яғни начинкасына пияз, болгар бұрышы, қызыл ашты бұрыш, қызанақ салып, барлығын блендерден өткіземіз. Дайын болған начинканы фарштың үстіне салып, петрушка мен укропты ұсақтап турап саламыз, және де қара бұрыш, тұз, томат пастасы, сарымсақты үккіштен өткізіп, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Қажетті ингредиенттердің мөлшерін видеоның астында описаниядан көре аласыздар. Қамырымызды 3 бөлікке бөліп аламыз. Қалауларыңыз бойынша бірнеше бөлікке де бөлсеңіздер болады. Маған өзіме осылай ыңғайлы. Және де оны өте жұқа қылдырып жайып шығамыз. Дайын болған қамырды пергаменттің үстіне орналастырып, бағанағы салмамызды жұқа етіп салып шығамыз. Дайын болған лахмаджунды 220-230 градуста 10 минут аралығында пісіріп аламыз. Осымен біздің лахмаджунымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бірінші жасағаннан ақ өте дәмді, мінсіз болып шығады. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Гүлім.